Қазір мына екі сөйлемге синтаксистік талдау жасаймыз. Синтаксистік болғанда толық емес, сөйлем мүшелеріне талдау жасаймыз. Соны сіздерге қазір үлгісін көрсеткелі жатырмын. Бірінші, өмірінде мұндай қорлықты көрмеген қасқыр жан таласып деген бала бірігіп жазылады, жан таласып тулап жатыр. Бірінші, баяндаушы тауырамыз. Естерінде болсын, баяндаушысыз сөйлем болмайды. Бастаушы жасырын тұруы мүмкін, бастаушы сөйлем болуы мүмкін, бірақ баяндаушы, яғни сөйлемді тиянақтайтын мүше ол бізде баяндаушы, сондықтан баяндаушы тауымыз. Өмірінде мұндай қорлықты көрмеген қасқыр жан таласып не істеді? Тулап жатыр. Не тулап жатыр? Қасқыр тулап жатыр. Міне, бастаушы пен баяндаушы сөйлемге негіз болатын мүшені біз тауып алдық. Енді мына баяндауштың бойымен жайлап сөйлем мүшелеріне осылай сұрақ қою арқылы ары қарай басқа сөйлем мүшелерін тауып аламыз. Тулап жатыр. Қалай тулап жатыр? Қалай дегеннен сұрағы? Сықтауыш. Себебі? Еске түсіреміз ереженің себебі? Баяндауыш етістіктен болып тұр, иә? Етістіктен болған баяндауыштың сынын білдіріп тұр. Міне, қалай тулап жатыр? Жан таласып тулап жатыр. Жерде мен сіздерге дескрипторда қойдым ғой, не деп? Сөйлем мүшелерін талдауда ережені біледі деп, қолдана алады деп, міне жерде ережені қолданасың. Көбің бұл жерде анықтаушы қойғансың да, қалай тулап жатыр? Жан таласып тулап жатыр. Енді ары қарай қасқыр өмірінде мұндай қорлықты көрмеген қасқыр жан таласып тулап жатыр. Қайта-қайта оқып жатырмыз. Сіздер де солай істейсіздер. Қайта-қайта оқып сұрақ қоясыздар. Өмірінде мұндай қорлықты көрмеген қасқыр жан таласып тулап жатыр. Қашан көрмеген? Өмірінде көрмеген. Қашан көрмеген? Өмірінде көрмеген. Қашан? Көрмеген деген тағы да бұл жерде етістіге балалар, бірақ баяндаушы емес. Естерінде болсын, қимылмен байланысып жатыр. Өмірінде қашан деген сұраққа жауап береді де, қандай сөйлем мүшесі болады? Қашан деген? Ойбай, қашан? Мезгілді білдірсе. Пысықтауыш, мезгілді білген пысықтауыш, ереже балалар. Ары қарай қасқыр. Енді қасқыр. Қандай қасқыр тулап жатыр? Қандай қасқыр? Қандай қорлықты көрмеген қасқыр. Бұлар анықтауыш болғанда үйірлі анықтауыш. Үйірлі анықтауыш болу себебі неде? Екі тіркестен қайтадан талдауға болады. Керемет. Ол жаңағы үйірлі мүше деген сөйлем мүшесін қайтадан жазыңыздар сіздерде. Мұна жақ қайтадан бөлек алып, оны бастауыштық және баяндауыштық етіп талдауға болады. Сіздерге қазір үйірлі мүшені қосып өтіп кетейін деп жатырмын. Алдында көп айтылмаған еді ғой, иә? Мұндай қорлықты жазамыз. Мұндай қорлықты көрмеген. Не істеген? Көрмеген. Нені көрмеген? Нені, кімді сұрағы? Тоқтауыштың сұрағы. Қандай тоқтауыш? Кімді нені? Тура тоқтауыш. Себебі ол табыс септігінде тұр. Егер табыс септігінде тұратын болса, тура тоқтауыш, басқа септіктерде тұратын болса, жанама. Жалпы тоқтауышты қайтадан еске түсіреміз. Қай септіктердің сұрағына жауап беруші еді? Дау және ілік септігінен басқа септіктердің сұрақтарына жауап береді. Сонда қалған. Нені қорлықты көрмеді? Қандай қорлықты көрмеді? Мұны өстіп талдауға болады. Өзінің баяндаушы болады. Бұны бізде қандай мүше дейміз? Жеке алып талдауға болады. Үйірлі мүше деп айтамыз. Үйірлі анықтаушы. Міне балалар, сіздер қазір талдаңыздар.